Сәлем, бүгін біз стресс жайлы сөйлесетін боламыз. Бірінші модульда біз выгорание және стресс тақырыптарына қарастыратын боламыз. Ол қалай болады, қалай шығу керек, не үшін деген сияқты темаларды қарастыратын боламыз. Стресс дегеніміз не жалпы? Адам ағзасының әртүрлі жағдаяттарға байланысты әртүрлі жағымсыз әсерлерге реакциясы стресс деп аталады. Стресс жайлы исламда да көп айтылған, стресске берілмеу жайлы, яғни адамның рухани ішкі жағы жақсы болса, ол стрессті жеңіп өте алады. Стресс біздің өмірімізде үнемі болады, ол стресссіз өмір сүру деген мүмкін емес бұл заманда. Үнемі бізде сондай жағдаяттар, сынақтар, ситуациялар, жағымсыз адамдармен сөйлесу, жағымсыз жағдаяттар деген сияқты дүниелер болып жатады. Ал исламда Аллах тағала Құранда айтады, бір-бірлеріңді ренжітпеңдер, бір-бірлеріңді осындай мағынадағы, Құранды аятын айтпай қойын, бір-бірлеріңді ренжітпеңдер, хақларына кірмеңдер, күрсінбеңдер деген сияқты мағынадағы аяттар өте жиі көп кездеседі. Яғни адам рухымен түсіп кетсе, ол солай біреумен ренжіссе, бір жағдаятқа ұшыраса, өзін басынған сияқты сезінеді, өзін бақытсыз сезінеді. Стресстің міне осы бізге әсері осылай, бақытсыз сезіндіреді. Әлбетте Аллах тағала сабырлы етушілермен бірге дейді, яғни сол мәселеден шығу жолын қарастырып, сабырмен сол мәселені жеңіп шығу әр мұсылманның өзінің қолында. Стресс болғаннан кейін оны туғызатын стрессорлар да бар. Стрессор деген біздің өміріміздегі болып жатқан жағдаяттар болуы мүмкін, жұмысымыздағы сәтсіздіктер болуы мүмкін, финанстық минустар болуы мүмкін, косяктарымыз болуы мүмкін, күйеуімізбен қарым-қатынасымыз тудыруы мүмкін стрессті. Тағы да не бар? Өміріміздегі сол негативті жағдаяттар осы стрессті туғызады екен. Білесіздер ме, бұл балаларда да өте жиі кездеседі стресс, бірақ оны олар өйтіп айтпайды. Мысалға, мен стресс болып кеттім, ана-мына, олар өздерінің эмоциясын, сезімдерін түсінбейді. Бала ұзақ уақыт стрессте жүрген кезде оның ағзасынан көріне бастайды. Түнде, ересек бала түнде сүйіп қоюы, тұтығып сөйлеуі, тырнағын тістеуі, ерінін жымғыруы, немесе киімді тістеуі, киім татқылауы, қолына сызып тастай беруі, тағы бір түсініксіз нәрселер жасауы, ағзасында дене бітімінде көрініс табады дедім ғой, денесінде тері ауруларының пайда болуы, осындай бір көрініспен көрініп жатады екен баладағы стресс. Ол қандай жағдайда балада стресс болады? Өлім жітім болған кезде, адамдарда стресс болады, өлім жітім болған кезде, онымен күресіп шығып кетеді, ал балаларда көбінде күресе алмай жатады. Оның жанында сол стрессті жеңетін, стрессті жеңіп шығуға көмектесетін үлкен ересек адам болмауы мүмкін. Сондықтан ол сондай бір ауруларға шалдығуы мүмкін, өзімен өзі сөйлемей қалуы мүмкін, тілі шықпай қалуы мүмкін деген сияқты дүниелер болып жатады. Баланы үнемі тыйым сала берсе, үнемі критиковать ете берсе, үнемі ұрса берсе, балада жаңағыдай өзіне көңілі толмаушылық болады, одан кейін бақытсыздық сезімі болады. Стресс болғандықтан баланың терісі тері ауруларына шалдығуы мүмкін. Бұл психосоматикалық ауру деп те аталады, баланың психосоматикалық ауруы. Жаңағы тырнақпен жеуі, мейірімнің көп бөлінбеуі, ата-ананың ажырасып кетуі, немесе ата-ананың бірінің қайтыс болуы, осындай нәрселер. Тіпті мына кішкентай нәрестеде де, бір жасқа дейін нәрестелерде мынандай нәрсе болып жатады екен. Дереу баланы емшектен шығару, сүттен шығару, дереу шығару да бұл баланың стрессіне әкеп соғады екен. Немесе 3 жасқа дейінгі баланы садикке дереу бере салу, оны таңна беріп түнде қайтып алып келу деген сияқты. Бала мен ана арасындағы тығыз эмоционалды байланыстың өте төмен болу дәрежесіне қарай да стресс балаларда болып жатады екен. Стрессорлар жайлы айттық. Енді бұл стресстің адам ағзасына түскеннен кейінгі типтер болады екен. Адам ағзасына түскен кезде екі адамның типтері болады. Екі адам екі түрлі стресспен күреседі. Бірінші типтегі адамдар стрессті сезінді. Менде стресс болған сияқты, мен қатты қапаланып тұрмын, менде өте өзімді жаман сезініп тұрмын, жағдайым нашар дейді, бірақ содан шығу жолын қарастырады. Мен қалай да шығам, мүмкін ол қыдырып кетеді, мүмкін әйтеуір сол жағдаятпен, мысалға қыздар дейді, мысалға бір қыз жігітімен ажырасып кетті, барлығы бітіп қалды. Онымен қалай күресу керек, ол разлукамен қалай күресу керек, соны қарастырады жолдарын.
көңіл көтереді, қыдырады, кітап оқиды, таза ауаға шығады, басқа қалаға кетеді, көшіп кетеді деген әйтеуір амалын табады. Екінші типтегі адамдар, жаңағы қыздың басқа қыз, жігітімен айырылысып кетті делік. Сол басқа қыз тұңғиыққа батып кетеді. Сол стресстің тұңғиығына батып кетеді. Сол стресстен қалай шығу жолын біледі, бірақ оны қарастырмайды. Көп адамдар стресстен шығу жолын біледі, бірақ оны қарастырмайды. Шығу керек деп санамайтын адамдар да бар. Сол мен жүре береді. Сабыр сақтаймын. Тіпті отбасылық өмірдегі қарым-қатынастағы адамдарды алайық. Мысалға, күйеуі мен ері, немесе келіні мен енесі, сондай бір енеден зардап көріп жүрген әйелдер де болады. Содан шығу, стресске батып кеткен до того сабыр сақтаймын дейді, оны мәселені шешу жолын біледі, бірақ шешкісі келмейді. Лучше сабыр сақтаймын дейді. Ол сабыр болып есептелмейді, қыздар. Сіздер өз-өздеріңізге зиян келтіріп жатсыздар. Зиян не ол? Өзіңе өзің зиян келтіру. Міне осы бақытсыздық күйге кешу, стрессте жүру, бұл өзіңе өзің зиян келтіру. Ағзаңа зиян келтіресіңіз. Кейін үлкен адамдарда психосоматикалық аурулар шығады. Яғни стресстен бірінші міне стресс адамға түскен кезде үш дәрежемен жүреді екен. 3 дәрежемен орын алады. Бірінші, стресс түсті, ағзаға хабарлама келді, белгілі бір гормондар сол стрессті жою үшін, жоюға арналған гормондар жиналып, сол стрессті жояды. Екінші кезеңінде жаңағы гормондар жоюға тырысып әрекет етіп, әйтеуір былай күшін жұмсап тастайды да, одан кейін истощение басталады. Үшінші кезең. Истощение жаңағы гормондардың уже таусылуы. Истощениемен жүреді жаңағы адамдар, қарым-қатынастағы ене мен келіні мысал келтірдім ғой. Сол келіні мысалы, келіні үнемі жүреді, сабыр сақтайды, истощение болды, үнемі бақытсыз күй кешті, стресс, үнемі нервная, ешнәрсе қызық емес, оқу қызық емес, әйтеуір бір осы әрекетті, кішкене әрекеттен шығайын, осындай бақытты отбасы жасайын дейді, бірақтан сол стресстен шыға алмағандықтан оның миына ілім де қонбайды, ол рухани жағынан дамымайды, интеллектуал жағынан дамымайды ол келіндер. Содан бара-бара психосоматикалық ауру пайда болады ағзада. Яғни не істеді? Стрессті жеңе алмағаннан кейін гормондар не істеді? Оны ағзаға жібере салды. Ағзаға тарап кетті де, ағзадағы әлсіз тұсы, иммунитеті әлсіз бекен, әйтеуір әлсіз жеріне тиді. Мысалға, бүйрек ауруы, өкпе ауруы, көбінде психосоматикалық аурулар өкпе ренішіндегі адамдар тамақ, өкпе деген эмоцияны сақтап қалғандықтан, осы ұстап қалғандықтан, осы тамақ, өкпе, ангина, үнемі бронхит, астма деген сияқты аурулармен жүреді. Бірақтан мен стресс болдым екен, психосоматикалық ауруға ұшырадым деп дөп басып айта алмаймыз. Оны зерттеу керек, алдымен анализ тапсыру керек, емделу керек. Жылдап емделмесе, және сізде стресс бар ма, сол тақырыпқа орай, соған мән беруіңіз керек. Стрессті көбінде адамдар бірінші байқаған кезде, егер сонымен мәселемен айналысса, онда оны болғызбас еді. Енді стресстен шығу жолын айтайын. Ең бірінші қыздар, біз ескерейікші, мына әйел адамы көп энергияны жұмсап тастайды. Менде ресурс бар, күшім бар, балаға да үлгерем, анаған да үлгерем, мынаған да үлгерем. Барлық бүкіл энергиясын бір нәрсеге шоғырландырып жұмсап тастаған кезде стресске күресетін ода энергия қалмайды. Стресс кезінде адам қатты әлсірейді, өзін жаман сезінеді. Сондықтан да әр күшіңізді өзіне сай бағытта жұмсаңыздар. Керек емес жерге күш жұмсамаңыз, керек емес жерге басыңызды ауыртпаңыз, керек емес жерге қыстырылмаңыз, былайша айтқанда, грубо айтқанда. Өзіңіздің ресурсыңызды сақтаңыз, әрдайым жоспармен жүріңіз. Жоспармен жүрген сәтте адам өзінің ресурсын, күшін экономдап біледі. Күшіңізді экономдай біліңіз. Ақпараттарды толассыз ақпараттарды ала бермеңіздер. Ол ақпараттарды керек емес, қажет, өте қажет, қажет емес деген сияқты топтарға бөліп жасаңыз. Жұмыстарды да солай жасаңыз. Маған бұл дәл қазіргі сәтте өте қажет, дәл қазіргі сәтте қажет емес, кейінде жасауға болады. Яғни маңызды емес деген жұмыстарды солай топтарға бөліп тастаңыз. Стресстен шығу тағы да жолдары: психологқа бару. Егер сізде өлім жітім болған болса, ажырасу болған болса, ажырасу үлкен травма, қыздар. Өлім жітімде үлкен травма. Балаңызбен қосылып бірге психологқа барыңыздар. Психотерапевтке барыңыз. Мүмкін психолог көмектесе алмаса, психотерапевтке барып терапия өтіңіз.
Витаминдер ішіп жүріңіз. Ағзаңызға керекті гормональды бағытын анықтап алыңыз, анализ тапсырып. Одан кейін сол керекті гормональды фонда қандай витаминдер қажет, қандай дүниеде қандай нәрсені жеу керек, соның барлығын анықтаңыз. Салауатты өмір салты бұл жерде. Одан кейін дұрыс тамақтанумен қоса спорт бізге өмірімізде хотя бы таңертең 10-15 минут йогамен айналысыңыз. Бұлшықеттеріңіз созып, осындай дүниелермен жасасаңыз да стресске қарсы келетін гормондардың шоғырын көбейтеді екен. Қызық, спорт деген салауат. Просто жаяу жүру, жай ғана мектепке жаяу апару баланы, немесе өзіңіз жаяу жүріп бару, дүкенге, тағы да қай жерге жаяу бару болады. Сол жерде серуендеп жаяу барғаныңыз, міне бұл спорт. Қыздар, физикалық күш бұл күш жұмсау, спортпен шатастырмаңыздар. Физикалық күш, мына үйдің жұмысы, тірлігі, әрбір шапқылауының өзі спорт деп айтып жатады ғой кейбір келіншектер. Жоқ, ол спорт емес, ол сізді шаршатады, ол физикалық шаршау ол. Сондықтан да салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, стресске қарсы келетін гормондардың көбеюіне өз-өздеріңізге көмектесіңіздер.